Kelimin terus Arjan. Sultan bugünkü sabahına sattı. Kasar bugünkü sabahına sattı. Bugünkü sabahına sattı. Kelimine. Azeri bugünkü sabahına misal. Eğer bugünkü sabahına kastırırsın. Bize bugünkü sabahında okula gidelim. Asıl bugünkü sabahına. Asıl bugünkü sabahına. Nah, bugünkü sabahta Yusuf'ta gidelim. Burası bugünkü sabahına sattı gidelim. Yusuf'tan bugünkü sabahına komik gidelim. Ертеде егіншілікпен айналысатын Мәдине, Мейір деген екі бауыр өмір сүрді. Үлкені Мәдине үйленген балалы шағалы болса, кішісі Мейір бойдағы екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде Мейір, мен осыны не істеп жүрмін? Ағам болса жанұяда, балалар көп, ал мен жалғызбын. Ішіп-жегіме көп кетпейді. Онымен өнімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой деп, сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп, ағасынан қоймасына білдірмей төгіп кетеді. Осы әдет бірнеше күн жалғасады. Осы күндері Мәдине інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйеу болар әйеліммен жәрдемдесетін балаларым бар. Алым жалғыз. Оған болашағын реттеп жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе деп, ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәннен таси бастайды. Осы сарынмен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз қоймаларындағы дәннің ортaya қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де өз қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алға түйіп құшақтаса кетеді. Кеңпейілдік деген бұл өмірде хош иісті әмірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде де жағымды иісінен ажырамай тұрады. Жақсы балалар, бұл бейнежазбадан нені байқадық? Не туралы болды? Не туралы болды, балалар? Иә, бауырмалдық туралы білдік, иә? Кім тұрып айтады? Не түйдік? Я Аржан айтыңызшы. Biz bizga bog'lanmamiz qajib. Bog'lanmoqni ko'rdik, ya. Ikkinchi to'p aytaman. Bu yerda bog'lar bir-birini qattiq yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radiganligini ko'rding, ya? Yaxshi. Nima to'pdan aytamiz, ya? Bog'lar bir-biriga ko'makesib paydo ko'rdik. Ya, болашақта, яғни бір бауырлар болып бір-бірімізге не болатынды? Көмектескіміз келетіндігін білдік, солай ма? Жақсы балалар, бұлай болса, бүгінгі тақырыбымыз не туралы екен? Не туралы екен? Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесі, яғни шынайы өмір және оқырман, яғни шынайы өмірмен бүгін бауыр әңгімесін салыстыратын болады екенбіз. Күн жайын жазып, тақырыпты жазып алайық.
осыған байланысты яғни кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Енді сендер алдарындағы дұрыс бұрыс деген парақша бар ғой, соны мен мына сұрақтарды қойған кезде қазір дұрыс бұрыс деп жауап беріп отырамыз. Әрқайсысына бір ұпайдан ұпай берілетін болады. Қалидің ағасы Манап па? Дұрыс. Директордың аты жөні Эльжабетта Сергеевна ма? Дұрыс. Қалидің тегі Төлегелдиев па? Дұрыс. Қали ән айтып, би билегенді ұната ма? Дұрыс. Немен айналысатын еді себебі? Спортпен айналысады, сонымен қатар немен айналысатын еді? Табиғат мүйісі бар еді ғой, балалар үйінде. Ойнайтын да, қайнайтын да спорт залымыз осы. Балалар қазір жаттығып жатыр. Орындыққа тізе бүгіп тоса тұрмыз. Мен Қалиді ертіп шығайын деген Виктория Ивановнаның сөзіме бұрыс, себебі бұл кімнің сөзі еді? Тәрбиешісі Эльжабетта Сергеевнаның сөзі еді. Балалар қобалжымаймыз, сұраққа жақсы жауап берейік. Тығыз, қара шашы, сап-сап бұйра, қол-аяғы тағалып қалған, кеңіректі болмаса да, ешкімнен қарызға жауабын сұрай қоймайтын кішірек көзді ақсыр бала. Бұл Манаптың портреті ме? Бұрыс, себебі бұл кімнің портреті еді? Қалидің портреті еді ол. Ту, Эльжабетта Сергеевна, терді жаңа ғана үгіп, тырыс-пырысты жаза бастағанымыз осы еді. Басқа қолайлы уақыт табылмады ма? Деді Қали. Солай ма? Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Қали 7-ші сыныпта оқи ма? Дұрыс. Балалар үйі Өскеменде орналасқан ба? Дұрыс. Әңгімеде жетім көрсең жебей жүр мақалы кездеседі ме? Дұрыс. Себебі бұндай мақал әңгімеде жоқ, ұмытқан жоқпыз, солай ғой. Енді мынадай бірінші тапсырма бар. Манап балалар үйіне не үшін келді? Манап балалар үйіне не үшін келді? Манап балалар үйіне Манап не үшін келмеді? Іздеп келді, солай ма? Айырып алабын. Қалиді көргенде Манаптың бойын қандай сезім биледі? Қобалжу, Дұрыс. Балалар үйінің директоры Манапты қалай қарсы алды? Жылы жүзбен қарсы алды, себебі балалар бір-бірін тасын деп ойлады ғой, Келесі сұрақ. Балалар үйіндегі тәрбие жұмысы қалай ұйымдастырылған? Немен айналысатын еді? Орысша оқыған, сосын спортпен айналысқан, Ерасып айтып отыр. Сосын немен айналысқан? Табиғат мүйісімен айналысқан, дұрыс айтасың. Келесі сұрақ. Қалидің тәлім-тәрбиесі қандай? Ол немен әуестенеді? Оның тәрбиесі жақсы болды. Солай ма? Ол қанша балалар үйінде жатса да, оның тәрбиесі жақсы болды. Оған айыру жауап берді ғой. Көптен көріспеген ағалы інілінің кездесуі сендерге қалай әсер етті? Кездесулерінің салқындығының сыры неде болды? Қалай әсер етті? Манап алғаш Қалиді көрген кезде әкесін көргендей болды, сосын қатты қобалжыды, дұрыс айтасың. Сосын Қалидің Манапты танымағанында Қалиді біздер кінәлі деп айта аламыз ба? Жоқ, айта алмаймыз, ұлпан, дұрыс айтасың. Себебі
бере қойшы өз ойыңды. Себебі неге айта алмаймыз кінәлі деп? өйткені Тұрып айта ғой. Өйткені Қали деген жасын білмей шошқалыққа берді. Иә, ол 4 жасында балалар үйіне келді. Ол кезде ол есін білмейді еді, иә. Ол тіпті Манаттан, яғни ағасын танымайды да еді. Жақсы, өте жақсы болады. Манат әкесінің қазасы туралы айтқанда Қали неге жайбарақат қабылдады? Неге жайбарақат қабылдады? Манат айтып жатады ғой, әкемізді сымбатты мен осылай ағайындармен, ағайын тумаластың күшімен жерледім. Әкемізді жерлеу маған оңайға түскен жоқ. Сол кезде ағайындарымыз көмектесті деп айтады ғой, иә? Иә. Сол кезде Қали оны неге жайбарақат қабылдады? Танымайтын еді ғой, иә? Әкесін танымайтын еді, дұрыс айтасың. Әкесін де танымайтын, ол келіп отырған ағасын да танымайтын еді. Қалидің мінез құлқы, іс-әрекеттері, арман қиялдары қандай? Арманы ұшқыш болу, іс-әрекеті қандай еді? Спортпен айналысатын еді. Яғни оның арманы нық, солай ма? Болашағына ол қандай? Нық, үмітпен, зор үмітпен қарайтын еді ғой, иә? Ағалы інілінің түбінде түсінісетініне сенесіңдер ме? Иә, себебі кім айтады? Кім айтады? Қали болашақта Манатпен, ағасымен табысады, түсініседі деп ойлайсыңдар ма? Иә, неліктен табысады? Неліктен? Себебі? Кім айтады? Кім айтады? Себебі Қали өзінің ағасын ендіктен бұлай танып, солай ары қарай ол есейген кезде, яғни ағасын тауып, табысуы мүмкін деп ойлайсың ғой, иә? Дұрыс. Енді мынадай жұптық жұмыс бар, балалар. Бұл жұптық жұмысқа 4 ұпай беріледі. 5 минут дайындалуға уақыт беремін. Әр жұп осы кестені толтырып, қорғап шығуы керек. Сен кіммен жұптасасың? Әлиханмен ба? Әлиханмен. Екеуің. Әлихан, сен мына жерге келе ғой, жақындасың. Екеуің орындай қойың, иә? Қаламмен келе ғой.
балалар. Жақсы, барлығымыз тоқтата қояйық. Ал қай жұптайын? Қай жұпты жұптайын? Кім біз? Әкімде болашақта кім боласың? Әскери ұшқыш боламын. Бұл адам Қали. Иә, дұрыс. Мұндай адамдар өмірде қандай болуы мүмкін? Ондай Яғни адамдар қандай қасиетін көрсетті, қандай қабілетін? Өмірде ұшқыш боламын деп тұр. Солай ма? Яғни оның арманының нық екенін көрсетеміз, иә? Келесі кімге беру ғой? Айсәлем, айта ғой. Бар екенсің бауырым деп алға созған екі қолын айқара шыпысты құшаққа айналдыра бермеді. Созған қолы сынғандай сұлқ түсті. Бұл кім? Манап, иә. Манап не үшін қолын созып еді? Қалиді құшақтайын деп қой, солай ма? Мәтіндегі деректерге сүйенсек, бұл жерде Манаптың қандай екен көреміз? Бауырмалдылығын көреміз, дұрыс айтасың. Бірақ қазіргі кезде елімізде өкінішке орай бауырмалдылық аз, солай ма? Солай ма? Әлде мен қате айттым ба? Бауырмалдылық аз, себебі қатыгездік белең алып бара жатыр, иә? Жақсы отыра ғой. Келесі, иә, Кәусар. Дұрыстан. болашақта кім боласың? Әскери ұшқыш боламын. Бұл Қали. Иә. Мұндай адамдар қазір тарихта қалды. Иә. Иә. Оның қандай қасиетін көріп тұрмыз? Қалидің бұл жерде арманына сенетіндігін көріп тұрмыз, иә? Яғни қобалжып тұрмыз, иә? Барекетсің бауырым деп алға созған қолы айқара ашып ыстық құшаққа айналдыра беріп еді созған қолы Бұл жерде айтып тұрмыз. бұл жерде Манап бауырмал. Бірақ қазіргі біздің елімізде бауырлар өздеріне жаны ашымайды, достарына жаны ашиды, достарымен жақын араласады. Өте жақсы. Дұрыс айтасың. Айгөркем. Болашақта кім боласың? Әскери ұшқыш боламын. Бұда Қали айтады. Мұндай адамдар мақсаты айқын және тарихта қалады. Келесі. Бар екенсің бауырыма деп. Иә, бұны кім айтатынын айта ғой ары қарай. Бұл кейіпкер кім екен? Кім айтатын бұны? Манап, иә, құшақтағысы келетін Қалиді, иә? Бар екенсің бауыр деп алға созған екені қолы айырып асып ыстық құшақта Айналдыра беріп еді. Қолы сылқ ете түсті. Себебі Қали не қылмады? Құшағына енбеді, иә? Қойма, мұндай бұл жерде Манаптың қандай жақсы қасиетін байқаймыз? Иә? Қамқор, иә? Жақсы отырауы. Шаға, келесі. Әсем. Есен тұрауы. Әскери ұшқыш боламын. Бұл кім Қали. Бұндай адамдар арманы жоқ болу керек. Қазіргі тарихта қалады. Иә. Есен. Келесі үзіндіде айтылатын кім еді? Манап туралы айтылып жатыр, иә. Манаптың қандай қасиеті туралы айтылып жатыр? Бауырмалдылығы туралы айтылып жатыр. Есен, сенің өзіңнің ойыңша қазір бастай ғой, иә? Сенің өзіңнің ойыңша бауырмалдылық қазір көптеп кездесе ма? Адамдар бір-біріне қатты бауырмал ма? Бауырлардың арасы қандай? Бауырмалдылық сәл жетіспейді, иә? Жетісіңкіремейді. Бауырмалдылық әлде керек, солай ғой, иә? Жақсы, отыра ғой. Келесі, айтамын. Болашақта ұшқыш, әскери ұшқыш боламын. Бұл кім Қали. Мұндай адамдар көп
жете алмайды, бірақ Халида арманына жетеді деп ойлайсың ба? Иә, жақсы. Бала кездің бауырын деп алға созған екі қолын айқара ашып, ыстық құшаққа айналдыра бері созған қолы сылғандай салып қосты. Ол кім манап мәтіндегі деректерге сенсек Қали манапқа ренжулі өмірде екеуі тату болады. Бірақ қазір біздің елімізде мұндай адамдар баршылық. Сенің ойыңша бауырмал адамдар баршылық деп ойлайсың ғой, иә? Жақсы отыра ғой. Иә? Ақмоншақ, Әсел. Болашақта кім боласың? Ұшқыш, әскери ұшқыш боламын. Ол кім? Қали. Мұндай адамдар тілектері орындалуы мүмкін. Барекетсің бауырым деп алға созған екі қолын айқара ашып ыстық құшаққа айналдыра береді. Созған қолы сынғандай сылқ ете түсті. Ол кім? Манап. Мәтіндегі деректерге сүйенсек, мысалы манап сияқты адамдар деп ойлаймын. Бірақ қазір біздің елімізде бауырмалдық адамдар аз. Оны қайдан көреміз? Яғни елімізде қандай үйлер көп? Қандай үйлер көп? Жаңа Қалидің жатқан жері? Иә, балалар үйі көп. Балалар үйі көп болмау үшін адамдар қандай болу керек? Бауырмал болу керек. Дұрыс айтасың. Тағы сүндет айтам. Кім Раудина? Болашақта кім боласың? Ұшқыш, әскери ұшқыш боламын. Ол кім? Қали. Мұндай адамның мақсаты айқын болуы мүмкін. Мүмкін ба деп? Әлде сенімсің бе? Сенімсің. Барекетсің бауырым. Иә, бұл үзіндіде кім туралы айтып жатыр? Манап туралы айтып жатыр. Манаптың қандай қасиетін айтып жатыр бұл деректе? Манап кімді іздеп келді? Бауыр іздеп келді, яғни ол демек бауырмалдығын көріп тұрмыз, иә? Қазіргі кезде бауырмалдық қазіргі бауырлардың арасында жақсы қарым-қатынас бар деп ойлайсың ба? Немесе әлде жеткізілмей ма бауырмалдық? Екі жақта, екі үшті пікірдесің, иә? Жақсы отырамын. Жақсы балалар, олай болса, бұл тапсырмаға жақсы қатыстыңдар, белсене қатыстыңдар. Келесі топтық жұмысымыз кейіпкердің қазіргі күндегі шынайы өміріне әр топ болжам жасайды. Бала Қалиге ықтимал жауап жасап, әрекетіне талдау жасайды, таңдаған әрекеттердің қазіргі өмірдегі көрінісіне болжам жасайды. Егер дискрипторлар бойынша мына тапсырмаларды орындаймыз. Қазіргі мына жерде мәтіннен, әңгімеден үзінділер берілген. Осы үзінділерден ықтимал жауап деген нұсқа, бір сөзбен түйінді ойлар жазасында топ болып, иә? Содан кейін екінші есейген Қали деген жерде есейген Қали деген нұсқа. Яғни өздерінің пікірлерін айтасыңдар. Шынайы өмірмен байланыстыра отырып, яғни сендер оқырмансыңдар ғой, иә балалар? Бауыр әңгімесін оқырмансыңдар, иә? Сол енді қазір сендер есейген Қали деген кестеде сендер есейген Қали қандай болады болашақта? Есейген Қали қандай мақсаттарға қол жеткізеді? Есейген Қали ағасымен табыса ма? Екеуінің бауырмалдығы арта түсе ме деген сияқты осындай сұрақтар бар. Тиісті сұрақтарға жауап беріңіз. 5 минут уақыт беріледі.
Есейген Қали деп жазасыңдар. Есейген Қали кітапта кім болғысы келеді дейді? Иә, оны қорғап жазыңдар. Енді мынаған жауап жазасыңдар, иә? Есейгенде кім болғысы келеді? Иә. Қандай спорт түрімен айналысады дейді ол? Иә, осылайша. Соны қорғап шығамыз. Oldu babalar. Ayaktadıklar. Üç top ayaktadılar mı? İkinci top. Ayaktadılar mı? Üç top. Ayakları var. Birinci top daimigen tasırmasını kimdeyim? Al, devam. Жерді жаңа ғана үгітіп тырысты жаза бастағанымыз сол еді. Жауабы алаңсыз еңбек қой. Бұл жерде кім туралы айтып жатыр? Кім туралы айтып жатыр? Кім айтып жатқан мұны? Тырыс-тырысымызды жаңа жазылар жатыр деп тәрбиешінің тыңдамай тұрған кім еді? Қали ғой, не болды саған? Оның бұл жерде еңбекқорлығын алаңсыз спортпен айналысып жатқандығын көреміз, иә? Келесі бұл ғой, Алихан, бері ғой жатқанға. Тұмсығымен тротуарды оңды-солды сызбалаған Қали басын Еңбекті ізеді. Бұл жерде Қалидің қандай қасиетін байқаймыз? Бұл жерде Манатпен алғаш рет көріп отырғаннан кейін оның қобал жолын көріп тұрмыз, иә? Ұлтпаны ағыры жалғастырalım. Ол табиғатын жақсы көремін. Біздегі жерде табиғат мүйісі менің қарауымда табиғатты жақсы көреді. Бұл жерде Қалидің табиғатты жақсы көретіндігін білеміз. Себебі балалар үйде ол немен айналысып отыр? Табиғатты қорғаумен айналысып отыр, солай ма? Деген кім еді? Қали ғой, солай ма? Бұл жерде Қалидің жауапкершілігін көреміз, иә? Келесі. Енді есейген Қалиді айтуға әсем. Болашақта ұшқыш, әскери ұшқыш боламын деген әңгімеден не келтіріп отырмыз? Үзінді келтіріп отырсың ба? Иә. Мен оқушы енді оқушының ықтимал жауабы дегенді оқушы, жазушы не қыл дегенсіңдер? Есейгенде кім болғысы келеді? Иә. Жазушы болады деп ойлайсыңдар. Неге? Себебі жазушылардың өмірі қиындықпен өтеді. Иә. Яғни жетімдіктің дәмін көп тартады деп ойлайсыңдар ғой, иә? Солай ма? Бұл жерде жаңағы әкесінен де, анасынан да барлығынан айырылып тұр ғой, иә? Ағасынан да барлығынан айырылып, ол Қалидің балалар үйінде қалғандығы туралы айтып тұр ғой, иә? Әңгімеде. Яғни Қалидің бақытты бейнесін қалай елестетесің деген кезде сендер болашақта кім болады деп тұрсыңдар? Жазушы болады деп қорғап тұрсыңдар, иә? Жақсы. Келесі дайынсыз ба? Айта қойыңдар. Бір-бірлеп оқу қойыңдар. Оның біріншісінде айта көрші. Ықтимал жауаптар беріңізші. Бірде қандай жауап берді? Еңбекқорлығы. Келесі
стационарда отырғанда, иә. Үшінші, табиғат, ол табиғатты жақсы көремін дегенде, иә. Табиғатқа қамқорлығын көреміз дейді, аяп. Қалидің арманы. Иә. Ұшқыш боламын деген ой, иә. Содан кейін отырып қалыппын, уақыттан ұтсам жарыстан ұтылған дегенде, оның Қалидің қандай қасиетін көреміз? Спортқа деген жауапкершілігін көреміз ғой, иә. Енді есейгенде Қали кім болады деп ойлайсыңдар? Кім болады деп шештіңдер? Шынайы өмірде болады деп ойлаймыз. Иә, иә. Себебі қазір жетімдер және қорлық көрген балалар жазушы болады. Иә. Болашақта әлем чемпионы болады депсіңдер, ұшқыш болуы мүмкін, шынайы өмірде де ол ұшқыш болуы мүмкін депсіңдер. Манапқа бәрі өскенде бауыр керек болады, себебі қазіргі балаларға бауырдан артық дос қымбат депсіңдер. Досты екінші орынға қойып керісінше бауырмалдықты бірінші орынға қою керек деп ойлайсыңдар ғой, иә? Жақсы. Келесі топ. Қали алаңсыз еңбекқор. Алаңсыз еңбекқор, иә. Ол манаппен сөйлескенде қандай күйде? Қобалжулы күйде. Содан кейін Табиғаттың жақсы табиғатты жақсы көреді, иә. Содан кейін иә, арманы нық, сенімді, иә. Қалидің жауапкершілігі мол. Болашақта қандай болады, адам болады деп ойлайсыздар? Ол спортшы болады деп ойлаймыз, өйткені ол айларында бокспен шұғылданады. Иә. Болашақта спортшы болатынына сенесіңдер ме? Иә, жақсы. Топқа. Жақсы балалар, олай болса бүгінгі сағымызды қорытындылай келе, бүгінгі тақырып бойынша қандай ой түйдіңдер? Қандай ой түйдік? Енді қандай болуымыз керек екен бұл әңгімені оқығаннан кейін? Ауызша айта берейік бір-бірімізден кейін, иә? Біз бір-біріміз бауырларымызға көмектесіп, оларды қорғап бауырына болуымыз керек. Жақсы. Тағы, иә, оқыған. Біз бауырымызға жақын көмектесіп қолдауымыз керек дейді. Айгүлкем. Біз бауырма болуымыз керек. Өйткені оларға біреу тиісіп жатса, ағасы немесе інісі келіп қорғау керек. Иә, жақсы. Осыған байланысты қандай мақал мәтелді білесің? Өттік қой өткенде. Ағасы бардың, інісі бардың, тынысы бар деп қосылсын, иә? Иә. Бауырымға қорғау керек. Иә. Қамқор болу керек. Қамқор болу керек, өте жақсы. Тағы, көзі. Біз бауырларымызға қамқор Қиын кезде, қиын сәтте табысымыз керек, өте жақсы. Тағы, кім айтады? Біз бауырларымызды жақсы көріп, отауымыз қажет. Ерасыл. Біз бауырымызға тиіспей, бауырымызды қорғауымыз керек. Жақсы. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма мынадай. 121 беттегі 8-ші тапсырма бар. Қарай. Әңгіменің өздері қалай аяқтар едіңіздер? Ағайындар болашақта кездеседі деп ойлайсыңдар ма? Ендеше әңгімені аяқтап келеміз. Болашақта қалай кездеседі? Соны сендер Марат Қабанбайдың, яғни жазушының орнына өздеріңді қоя отырып, әңгімені жалғастырып келесіңдер. Түсінікті ме?